6 ғасырдың соңында түрік қағанаты ішкі саяси дағдарыстарға ұшырап 581-603 жылдары біртіндеп екіге бөлінді. Оның шығыс бөлігі қазіргі Монғолия, Алтай және оңтүстік Сібір аумағында орналасып, тарихта шығыс түрік қағанаты деп аталды. Бұл мемлекет Ашин әулетінің билігінде болды. Шығыс қағанатының күшеуі Білге қаған мен оның інісі Күлтеген тұсында айқын көрінді. Олардың кеңесшісі Тоныкөк мемлекет ісінде маңызды рөл атқарды. Осы кезеңде Архон өзені бойында көне түркі руникалық жазбалары тарихи ескерткіштер қалдырды. Бұл жазбаларда түркі халқының бірлігі, ел басқару, ерлік пен тәуелсіздік идеялары баяндалған. 630 жылы Қытайдағы Тан әулеті шығыс түрік қағанатының уақытша бағындырды. Түрік өксектері Қытай билігінен тәуелді болды. Алайда 682 жылы түріктер көтеріліс жасап тәуелсіздігін қайта қалпына келтірді. Бұл кезең тарихта екінші түрік қағанаты деп аталады. Шығыс қағанат әскери мемлекет болды. Әскер ондық жүйемен ұйымдастырылды. Қаған мемлекет басшысы ретінде жоғары билікті иеленді. Оның жанында Ябғу, Шат, Тархан секілді лауазым иелері қызмет атқарды. Қағанның негізгі шаруашылығы көшпелі мал шаруашылығы болды. Сонымен қатар сауда, аңшылық және қолөнер дамыды. 744 жылы ішкі қайшылықтар мен сыртқы қысымдардың нәтижесінде шығыс түрік қағанаты құлап, оның орнында ұйғыр қағанаты құрылды. Батыс түрік қағанаты Жетісу мен Орта Азия аумағында құрылды. Оның астанасы Суяб қаласы болды, қазіргі Қырғызстан аумағы. Бұл мемлекет географиялық тұрғыдан Ұлы Жібек жолының маңызды бөлігін бақылап отырды. Сондықтан сауда-экономикалық жағынан дамыған аймаққа айналды. Батыс қағанаттың негізін қалауда Естемей қаған ерекше рөл атқарды. Ол Бумын қағанының інісі еді және батыс аймақтарды басқарды. Батыс түрік қағанаты Онох Будун деп аталған 10 тайпалық бірлестіктен тұрды. Бұл тайпалар екі қанатқа Дулу және Нушиби одақтарына бөлінді. Батыс қағанаты Византия және Иран мемлекеттермен дипломатиялық және сауда байланыстарын орнатты. Түріктер эвталиттерді жеңіп, Орта Азияға өз ықпалын жүргізді. Қалалар дамып, отырықшы мәдениет элементтері күшейді. Алайда тайпалар арасындағы алауыздық пен билік үшін күрес мемлекетті әлсіретті. 659 жылы Қытай әскері батыс түрік қағанатын бағындырды. Кейін бұл аумақта Түргеш қағанаты құрылды.